Баршаңызға сәлем, менің есімім Фариза. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге осындай тауық пен сиырдың етінен араластырып жасалынатын котлеттердің жасау жолымен бөліскелі отырмын. Шашырап кетпейтін, құрғап қатып қалмайтын, әдемі сочный болып шығатын котлеттер міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Ең алдымен видеода көріп отырғандарыңыздай тауықтың филесін сүйегінен ажыратып, ет тартқыштан өтетіндей етіп турап аламыз. Одан кейін менде сиырдың еті осындай. Оны да ет тартқыштан өтетіндей етіп турап шашкамызға саламыз бірге. Өйткені бәрін ет тартқыштан бірге өткізетін боламыз. Сиырдың етін, тауықтың етін және көкөністерді бәрін бірге өткіземіз ет тартқыштан. Мінекей, енді пиязымызды турап саламыз. Оны ұсақтап отырудың қажеті жоқ, өйткені ет тартқыштан өтетіндей сиятындай болса болды. Мен 2 пияз салдым. Мінекей. Мінекей, одан кейін кішкене нан мен 40 қабат, яғни капуста турап саламыз. Сол кезде котлеттеріміз піскенде сочный, әдемі болып шығады. Ал нанды фаршымыз өте сұйық форма жасауға келмей қалмас үшін кішкене ғана нан саламыз. Және осы турап алған заттарымыздың бәрін жақсылап араластырып, ет тартқыштан бәрін бірге өткізетін боламыз. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, міне сиырдың еті, тауықтың еті және нан, 40 қабат. Картоп қоссаңыздар да болады. Менде үйдегілер картопты онша ұнатпайтын болғандықтан картоп қоспаймын. Мінекей, осылай бәрін ет тартқыштан өткізіп аламын. Бірге өткізген осылай дұрыс, өйткені тек қана пияздың бірінші, етін екінші өткізсеңіз, бәрін араластыру қиын болады. Оның үстіне суы шығып, онша болмай қалады. Сондықтан осылай араластырып бірге өткізген дұрыс. Енді бұған тұз, қара бұрыш, кориандр салсаңыздар болады. Кориандр менде болмағандықтан кішкене қолымда бар дәмдеуішті салдым. Сіздер өздеріңіз қалаған дәмдеуіштеріңіз салсаңыздар болады. Ал тұз бен қара бұрыш міндетті түрде саласыздар. Міне, одан кейін жақсылап тұрып араластырамыз. Тұзы, дәмдеуіштерін бәрі жақсылап араласу керек. Аямай осылай жақсылап араластырамыз. Байқағандарыңыздай, біз жұмыртқа салған жоқпыз. Көп адамдар негіз котлетке жұмыртқа салып жатады бірігу үшін. Бірақ біз тауықтың филесінен жасап отырғаннан кейін жұмыртқа қажет емес, өзі де шашылмайды. Просто жасарының алдында фаршымызды өсіп жақсылап ұрып аламыз.
сол кезде котлеттеріміз шашылмайтын болады. Видеодан көріп отырғандарыңыздай жартылай алып тарсылдатып тұрып ұрып аламыз осылай. Содан кейін міне панировочный сухариға аунатып котлеттерімізді форма жасаймыз. Формасын домашний котлет сияқты сопақша қылып жасасаңыздар болады. Мен қазір домалақ қылып жасайын деп отырмын. Сухариға аунатып аламыз да, лопаткамен осылай форма береміз жақсылап. Барлықтары бір келкі, әдемі, жан-жағының бәрі жырылып кетпеген, әдемі котлеттер болып шығады. Мінекей котлеттеріміз дайын болды. Бұл котлеттерді осы видеодағылай майға қуырсаңыздар да болады. Егер жеңіл болсын десеңіздер, парға кәдімгі мантоваркаға астын майлап пісіріп алсаңыздар да болады. Біз енді ішінде көріне филе болғандықтан өте ауыр емес, өстіп қуырып жатырмын мен. Алдағы уақытта өте қызықты тағамдардың рецепттерін ұсынатын боламын. Жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, комментарийға жаза кетіңіздер. Мінекей котлеттеріміз дайын. Өте дәмді, сочный, әдемі котлеттер шықты. Мінекей өте әдемі, дәмді болып шықты. Егер сіздер де дайындап жатсаңыздар, комментарийға жаза кетіңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Фариза. Сау болыңыздар, ас болсын.